Домбыра сенде мін бар ма? Мінсіз болсаң тіл бар ма? Тіл жоқ деуге бола ма? Тілден анық үн барда. Ілияс Жансүгіров. Алаш жұрты ақ толқындай тулаған арманымен, өзекті өртер өкінішін, көңілдің шаттығымен сырлы сезімін әдемі әуезге айналдырып отырған. Қосшы күңірене күмбірлеп, домбыра сағақтарында бес саусақ жорғалай жөнелгенде, дүние шүргөбелек айналып, басқа әлемге еріксіз еніп кетесің. Қазақтың қара домбырасының қасиеті кімді болсын емірендірмей, елжіретпей қоймайды. Өйткені мыңдаған жылдардан бері бұл аспап әлде қандай өзгеріске түспеген. Қазақтың аспаптарын қарап olsak, домбыра мен қобыздың барлығы екшекті. Бұл қазақтың есте жоқ ескі замандардан келе жатқан философиясы ғой. Аспан, жер, күн, түн, жақсылық, жамандық, еркек, әйел, мына қос дүниелік. Бұл өзімнің пайымым ғана осындай дүниеден, осындай философиядан қазақтың көптеген аспаптары екшекті болып келген сияқты. Домбыра түркі, моңғол, арғатасы ғұн мәдениетінің меншігі. Тамырын тарихқа терең жайған байырғы аспап. Ол қазақ пен кіндіктес ұлыстардың бәріне ортақ мүлік. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінде тамбур аспабы жайлы айтылады. Сақ кезіндегі қазба жұмыстар бар ғой енді. Археологиялық. Онда әзірше домбыра шыға қойған жоқ. Енді біз ғалымдардың пайымдауынша, мысалы, сыбызғы аспабы сол сақ заманында болған, өйткені тарихшылардың жазба деректерінде одан көп дүниеге сүйенсек сыбызғы бар. Ал қобыздың өзі ғұн дәуірінде болған, өйткені Атилламен бірге Европаға барған қобыз. Ал енді мына домбыра, енді менің өзім пайымдауымша, домбыра қобыз бен сыбызғыдан кейін шыққан аспап па деп ойлаймын. Бұл енді жаңадан пайда болған аспап, бұрынғы болған дүниені сырады ғой, жаңа дүниенің өзі жаңа. Сондықтан да мына қобыз бен сыбызғы аспабының кенжелеп қалып, домбыраның бүкіл қазақ халқында кең дамып кетуінің өзі домбыраның кейіннен пайда болған аспап па деген тұжырым жасауға болады. Аспаптың заты бір болғанмен, түркі халықтарындағы атауы әртүрлі. Мысалы, қазақ, ноғай, өзбек, башқұрт домбыра, тәжік домбурак, түрік томбыра, телеуіт комыз, шор қобыз, қырғыз қомыз, қырым татарлары қобыз, хақас хомыз, алтай топшур, тува топшулур, түркімен қарақалпақ ұйғыр дутар деп атайды. Бесенеден белгілі дүние ғой, барлығы туыс болған кезінде бір мемлекетте, бір жерде өмір сүрген, кейін еншісін алып, бөлініп кеткен ұлттары, түркі халықтарымыз, мәселенки қырғыздың қомызын алайық. Пердесі жоқ демесең, дыбысы да тарту ерекшеліктерде қазақтың домбырасымен өте ұқсас. Түркменнің дутарын алайық. Шектері сым шек демесең, ойнау әдісі, қағаз шешіліктер біздің домбырамен өте керемет келеді. Ал енді дутар деген жалпы сөздің өзі ду деген екі, тар деген шек қой. Сондықтан бүкіл Европаның, мысалға, гитараға дейінгі аспаптардың бәрі осы дутардан таралған. Бір деректерде домбыра атауы араптың қозғұйрық сөзінен шыққан делінген. Алайда еліміздің өнертанушы ғалымдары бұл пікірді құптамайды. Моңғолияның қазығы Алтай тауының бір сілемінде таудан домбыра тектес аспап табылды. Сонда әлгі аспап енді қазір нақтылай айта алмаймыз біз енді ол. Моңғолдар өзінің Маринхуру деп оны шатыстырып отыр қазір. Бірақ дегенмен де оның мойнында, аспаптың мойнында түрікше жазу бар. Баяғы бітік жазу дейді ғой, тасқа қашап жазған. Сонда күй деген сөз бар екен. Оны енді қазақшалап біздің ғалымдар күйдің жұпар иісі бізді сүйсіндіреді деп аударып жүр ғой енді. Бірақ енді ол нақтылы ондай сөз болмауы мүмкін. Бірақ күй деген сөзді неміс ғалымдар оқыған. Күй деген сөз бар. Сонда демек біздің ғасырымызға дейін 4-ші ғасырда домбыра болған.
Ал енді ол біз араб мәдениетімен байланыстыратын болсақ, араб мәдениеті кейін 6 ғасырда Мұхаммед пайғамбар дүниеге, одан кейін бізге 9-10 ғасырда келді ғой. Ал енді ол 4 ғасырда домбыраны қайда қоямыз? Хорезм маңынан табылған балбал таста қолына музыкалық аспап ұстаған адам бейнесі қашалған. Ол аспап қазақтың домбырасына ұқсайды. Осы балбал тастың тарихы біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдан басталады. Қазақ этнонимі әлі шықпаған кез. Демек, ұлттан бұрын домбыраның болғанын көреміз. Аспап қалай пайда болды деген сұрақта да зерттеушілердің пайымдары сан-саққа кетеді. Домбыраның шығу тарихына қатысты аңыздар да жетерлік. Ауызекі әңгімелерге сүйенсек, аспаптың прототипі бір шекті болған. Ертеде тау құдірет деген құс болған екен дейді. Тау құдірет деген құстың еркегінің бір жағында, оң жағында, ұрғаштың сол жағында қанат бар екен. Бір қанат дейді. Ұша алмайды дейді дұрыстап аспанға қалықтап. Сондан күндіз түні тәңірге мұңын жағады екен. Енді ана бір қанатпен қайда барады енді? Содан жаңағы екеуінен туған балапанға қос қанат біткен екен дейді. Содан қос қанаты бар құс аспанға ұшып кеткен ғой. Соны күйші адам көргенде домбырада баста жалғыз шек болған екен деп айтылады. Содан мынаған енді екінші шек тағып көрсем болай болады деп екінші шек тақса, домбыра шынымен де сөйлеп кетіп тау құдірет деген күй бар бізге аңызымен жеткен. Сонда жаңағы құстың шаңқылдаған дыбысын беріп отырады. Кішкентай ғана күй өзі. Ертедегі күй ғой енді. Қос ішекті, қоңыр үнді аспаптың пайда болуына қатысты ел арасында танылған тағы бір аңыз әңгіме бар. Ол жайында Төлепберген Тоғжанов ағамыз былай дейді. Қамбар хан деген кезінде үлкен бір аңшы, аң аулап жүріп елін асыраған бір азамат болған екен. Бір күні таудың басынан бір үлкен бұғыны атып алып, шек қарын алып лақтырып жіберген кезде бір талдың басына шектері ілініп қалатын көрінеді. Бір шама уақыттан кейін қайтып сол ізімен, бұрынғы ізімен аңлауға келатқанда бір әдемі қоңыр дыбыс, бұрын еш жерден естілмеген дыбысты еститін көрініп, әлгі дыбысқа елтіп іздеп жүріп тауып алса, баяғы өзінің бұғының шек қарын лақтырып жіберген талдың басындағы шектер әбден кеуіп, желмен тербеліп, өте әсем әдемі дыбыстарды берген екен. Содан ағаштан ортасын қуыстап шек, малдың шегін тағып домбыра жасалған. Осы кезге дейін табылған деректер мен артефактілер қазақ сахарасында сан-саналы музыкалық терминология болғанын айқын дәлелдейді. Ал енді домбыра сөзінің қайдан шыққанын талдап көрейік. Кейбір деректерге сүйенсек, домбыра сөзі көне шумерден аударғанда кішкене садақ деген мағынаны білдіреді. Жалпы домбыра жайлы жазылған деректерде, мақалаларда, кітапта, зерттеулерде өте көп. Соған қарамастан домбыраның шыққан ғасыры, жылы белгісіз, және домбыра деген сөздің нақты не деген сөз екен этимологиясы да әлі ғалымдардың бір тоқтамына, бір шешіміне келген емес осы күнге дейін. Бұл домбыра 9 перне тағылған. Естіген жан үнін аңсап сағынған. Тарта білсең дұрыс қойып тиегін. Кеңітеді көңілдің көк жиегін. Ілияс Есенберлин. Құрманғазының тұтынған домбырасын тауып алып келіп, музейге қойыпты. Сол музейден Едіге Нәбиев сұрап алып, мынау бірден бір көшірмесін жасап ұстап жүр екен. Осыдан халықтың көзінше, жұрттың көзінше маған табыстады, сыйлады. Құрманғазы да кезінде күй өнерінде өте үлкен биік белесті бағындырған кісі. Заманында сол кісіге ұқсағысы келмейтін күйші болмаған. Барынша қарапайым домбыра, барынша 11 пернелі мінекей. Бұл танымал домбырашы, әрі домбыра шебері Едіге Нәбиевтің қолынан шыққан туынды. Көшірме деген аты ғана болмаса, түп нұсқадан еш айырмашылығы жоқ. Зер салып қарасаңыз, бүйіріндегі тесікті көресіз. Керсенінде де жарық бар. Шебердің айтуынша, күй атасының домбырасы дәл осындай болған. Қалақ пішінді шағын ғана домбыра қаншама жан тебірентерлік әуезді әуен төгіп, қазақтың күй қоржынын кеңейтті. Жазушылар белгілі бір оқиғаны әңгіме романдармен жеткізсе, суретшілер картина арқылы сөйлеткен, ал күйшілер домбыраға тіл бітірткен. Бұқтым деген күйі бар Құрманғазының. Ол ана түрмеде
кепілдікке Құрманғазы қашып жүргенде кепілдік әйел баласын түрмеге алып кетіп қамап қояды да, содан ауылынан келген Құрманғазы әйел баласының түрмеде кепілдік алып кеткенін біліп, әйел баласын түрмеден алып қашады. Сонда қараңғы және анау енді күзетшілер бар, бір еңкейеді, бір тұрады, ауылға келіп, ойбай Құреке бала шағыңды алып келіпсің ғой дегенде мына Құрманғазы күй тартады ғой. Сонда ауылдың ақсақалдары түсінеді да, ойбай бұл күйдің аты бұқтым ғой деп. Қараңыздар, сонда күйдің өзі адамның дауыс интонациясын беріп отырады да, бұқтым, сайға бұқтым, тұрып едім, қайта бұқтым деп. Кете береді, көрдіңіз бе? Ал енді жаңағы айтқаным сол ғой, заманда, уақытында күй жалпы халықтық дәрежеге жеткен. Жалпы кез келген тілін білетін қазақтың барлығы күйді түсіне алатындай дәрежеде болған. Ал енді қазіргі кезде көп қолданыста жүрген домбыра мен осы көне домбыраның үн мәнерін салыстырып көрейік. Тәжірибе үшін еліміздің бетке ұстар шеберлерінің бірі жасаған аспапты алдық. Енді мына домбыра бүгінгі күнгі Ердос деген кәсіби шебер маманның қолынан шыққан домбыра. Ердос қазіргі осы заманымыздағы өте мықты шеберлердің бірі. Домбыралардың барлығы да сөйлеп тұрады. Енді мына Құрманғазы мен Құрманғазының со замандағы домбырамен салыстырғанда тыңдап көріңіздер. Мынада бәрібір көне домбыраның дыбысына жетіңкіремейтін бір әлсіздік, мүмкін шектен болар. Болмаса мына қараңыздар, домбыраның керсеңін, домбыраның салыстырмалы түрде үлкендігін, дыбыстың қаяқтан шығатынына қандай үлкен. Мына артымен салыстырыңыздар. Қай жағынан кеседе мына Ердостың домбырасы үлкен, ірі, бұдан әлде қайда күрделі, керемет дыбыс шығу тиіс ақ. Бірақ мына домбыра домбыраның дыбысы біздің сөзімізге, біздің даусымызға меніңше көбірек келетін сияқты. Асылау жайға салғанда ән боларсың естігенде бұл әнді таң қаларсың асылау жайға салғанда таң қаларсың ай жаяу түсіп атыңнан соң қаларсың асылау жаяу түсіп атыңнан соң қаларсың асылау Қазақта домбыраның кең тараған екі түрі бар. Олар Батыс Қазақстан, Түркменстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан, Ауғанстан жерінде көп қолданысқа ие қауақ домбыра мен жиделі байсын, жетісу мен сарыарқаға тараған қалақ домбыра. Қауақ сөзі қабақ, яғни асқабақ деген сөзден шықса керек. Себебі қауақ домбыраның шанағы көз тоқтата қараған адамға ортасынан қақ бөлінген асқабаққа ұқсайды. Домбыра аспабының енді құрылымына, жасалуына келетін болсақ, бұл әр жерде әр түрлі домбыраның пішімі. Мысалы, арқада қалақ домбыра дейміз, төрт бұрышты келеді құрылымы, жасалу несі. Ал енді батыс өңірінде қозы құйрық домбыра дейді, ол кішкене шағын домалақ. Ал енді мына қазіргі заманауи домбыра, мына көбінесе біздің тартып жүргеніміз. Бұлар 9 шанақты құралған домбыра. Бұрын 7 шанақты болған, кейін 9 шанақты. Бұл құрама домбыра қазақта болмаған. Қазақта шауып жасаған. Қауақ домбыра пішіні жағынан аса түрленбейді. Өзгеретін тек шанақтың көлемі мен мойынның ұзындығы.
Қалақ домбыра өзінің сыртқы түрімен қалаққа ұқсас болғаннан кейін осылай аталған тәрізді. Қалақ домбыраның 3 түрі бар: иықты, бүйірлі және сауырлы домбыра. Артефактыларға сүйенім, сол алдымен сол қалақша домбыра шыққан шығар деген ойға қаламын. Өйткені оның жасалуы да сәл қарапайымдау ғой. Мына кәдімгі қозықұйрық домбыраны ол бүтін ағаштан шауып, жалпы қазақтар ілгеріде бүтін ағаштан сомдаған. Қобызды да домбыраны да бүтін, яғни мына құрақ домбырада ағаштың, талдың киесі, дыбысы сақталмайды. Сондықтан бүтін ағаштан анау түймеден құлағына дейін домбыраны бүтін шапқан ілгеріде. Қазақтың күйшілік өнері бірнеше мектепке бөлінеді. Ал орындаушылық шеберліктеріне қарай төкпе күй және шертпе күй деген тағы 2 сала бар. Төкпе күй ел ішінде болат күй, мұзбалақ күй, дауылды немесе дауылпаз күй деген аттармен де белгілі. Ал шертпе күйдің нақысты күй, шерлі, балбырауын күй, сыршыл күй сынды аттары бар. Заманымыздың академигі, ғалымы Ахмет Қуанұлы Жұбанов өзінің еңбектерінде күйшілік мектептерді өңірлерге байланысты 7 түрге бөліп кетті. Кейіннен келе қазіргі заманда ол мектептер ерекшеліктер дамып, бір 12 шақты мектепке жеткізді. Енді Ахмет Жұбановтың зерттеу бойынша айтатын болсақ, ол Батыс күйшілік мектебі, Маңғыстау күйшілік мектебі, Қаратау, Шығыс, Арқа күйшілік мектеп және Жетісу деп бөлінеді, енді тағы да басқалары бар. Бірақ дегенмен де адамның тұрмыс тіршілігіне байланысты, енді әр жердегі сөз сөйлеу диалектісінің өзі әртүрлі ғой біздің елімізде, өңірлерде. Дегендей біздің орындаушылық мектептерде әртүрлі күйде дамыған. Батыс Қазақстанда тараған қауақ домбыраның ішіндегі домалақ кеңістік дыбысқа қосалқы акустикалық қасиеттерді артады. Батыс Қазақстан күйлерінің ерекше кеңдігін, тыныстылығын, серпінділігін осымен түсіндіруге болады. Ал қалақ домбыраның ішкі кеңістігі куб тәріздес болғандықтан дыбысы қою, бұйра болып келеді. Батыс күйшілік мектебінде шоқтығы биік, әрине ол Құрманғазы, Күйетас Құрманғазының мектебін өтеуге болады. Бұдан кейінгі өзінің шәкірттер деп саналатын, мысалы Динаның өзі бір күйшілік үлкен мектеп, және де Ахмет Жұбанов өзінің сөзінде айтып өткендей, Маңғыстау ол күйшілік өнердің оазисі деп айтып өтіп кетті еңбектерінде. Енді кейіннен мынау орталық жаққа келетін болсақ, Арқа жақта Тәттімбет ол осы шертпе күйшілік мектебінің ірі өкілі. Жетісуда да Қаратау жақта Сүгір бабамыздың өз үлкен күйшілік мектептің өкілі болып саналады. Ішкі кеңістіктің осы 2 түрі де музыкалық қажеттіліктен туған. Дауылды күйлер шыңыраудан жарып шыққан бұлақтай таза, қол батпайтын шымыр дыбысты талап етсе, сылқым шертісті күйлер тәтті, бұйра дыбысты қажет етеді. Орындаушыларына байланысты көбісі төкпе және шертпе деп бөлінеді. Төкпе ол аты айтып тұрғандай төкпелі, толғап тұрады, төгіліп тұрады, мінезге сәйкес өзінің өмір сүру тұрмыс тіршілігіне, географиялық жағдайына байланысты жұрттың оның орындау тәсілде темпераментті күй жылдамырақ деп айтуға болады. Және де әрине жайда кездесетін күйлер болады. Төкпе дегеннен кейін ол ылғи тек қана тез күйлерде емес, ол қатарда орташа, байсалды, байыппен тартылатын күйлері бар. Ал шертпе мектепте бұл көбінесе жанға жарынды, табиғатқа сәйкес өзінің орындаушылық ерекшеліктерді әсіресе оң қолдың, сол қолдың басу, соғу, қағу стильдері басқаша болып келетіндіктен осы 2 мектепті ажыратады, төкпе және шертпе деп. Домбыра тарта білу ғана емес, аспаптың бабын табуда аса үлкен шеберлікті талап етеді. Құлағын бұрауға қатысты бірнеше термин бар. Бағзы замандарда, жиын тойларда белгілі бір күйлер ғана тартылып, домбыраның бұрауын кеш бойына өзгертпеуге тырысқан. Ал егер жазатайым оң бұраудан теріс бұрауға көшетін болса, саумалап бұрау немесе шышымдап бұрау тәсілі қолданылады екен. Ал тиектің негізгі орны тиектің тағы деп аталады. Оның бір орны болады.
Кейбір шиесі табалдырық пернеге жетпей тоқтайтын күйлерде тек алға қарай, дәлірек айтқанда, негізгі тонмен қашаған перненің арасындай немесе одан азырақ қашықтыққа жылжытылады. Болар болмас асып тұрған дыбыс әдепкі әуенен өлшеусіз таза болып шығады. Бұл амал тиек оздырып қою немесе тиекті биге шығар деп аталады. Мұражайларға барсақ, Құрманғазының, Дәулеткерейдің, Динаның ұстаған домбыралары, Жамбылдың, Сүйінбайдың ұстаған домбыралары кішкентай ақ, 2-3 қана метрге дыбыс мөлшері жетеді. Ал бұл кезде айтушыларға қарағанда, оқығанымызға қарағанда, қазақтың сондай кең даласында Құрманғазының күйінің, Сарыарқасының, Серперінің, болмаса Тәттімбеттің Саржайлау күйінің шырқалуы, тартылуы бүткіл қазақ даласына жайылды ғой, 2-3 метр емес, ол тіпті 3000 шақырымға дейін жайылды. Демек, домбыраның қандай шек болсын, қандай мөлшері болсын, қандай диапазонда болсын, оның құдіреттілігі ерекше. Қазақ даласында пішіні неше түрлі домбыра болғаны белгілі. Алайда қазіргі таңда көпшіліктің көзі осы кең шанақты керсені үлкен құрама домбыраға үйренген. Мұндай кейіпке келуіне сан түрлі себеп әсер етті. Солардың бірі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің құрылуы еді. 1934 жылы академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов 11 домбырашыдан тұратын ансамбль ашты. Кейіннен ол адам саны көбейіп, Құрманғазы оркестрі үлкен оркестр айналып, бүгінгі таңда 90 жылдық тарихы бар үлкен Құрманғазы оркестрі ұжымы. 80-нен астам музыканттан тұратын. Сол кезде Ахмет Қуанұлы Жұбанов 1934 жылдан бұрын Санкт-Петербург қаласында оқып жүрген кезде, бұл кездегі Ленинград қаласында шақырту алғаннан кейін техникумда, қазіргі Чайковский атындағы колледжде ғылыми эксперименталды зертхана ашады. Сол зертханада бұрынғы біздің домбырамыз бар, қобыздарымыз бар, басқа да аспаптарымыздың түпнұсқалығын алып, қасына менмен деген сол кездегі шеберлер Қамар Қасымов деген болды әсіресе, және де Ленинградтан келген, арнайы шақыртумен келген Борис және Эммануэль Романенколар деген атақты шеберлер келіп, осы аспаптарды сол заманға лайықтап, жетілдіріп, басқаша стильде жасап бастады. Аспапқа өзгертулер енгізудің басты себебі оркестр құрамындағы музыканттардың домбыралары бірдей ойнап, бірдей үн шығарған жоқ. Қосылып ойнау қиын болған, өйткені әрқайсының қолында әртүрлі домбыра болған. Оркестрленген кезде аспаптың жаңа сапаға көшетіні ақиқат. Аталған оркестр қазақ өнерін, домбырасы мен күйлерін әлем сахналарында асқақтатып, ұлт фольклорын паш етіп жүрген ұжым. Ахмет Жұбановтың да оркестрді құрғандағы мақсаты осы еді. Кеңес өкіметін ұстысы ғой, онда массалық, кәдімгі ұжымдық дүние ашу керек болады. Өйткені күй өнерін сақтау керек, жекелеген тартқан күйшілерді қолдай қоймаған Совет өкіметі. Өйткені күй өнерінде аса ескілікті жылғайды деп сондай бір кері пікір болғанда, сол кезде кедей таптан шыққан күйшілердің мұраларын көбінесе оркестрге түсіріп, міне кеңес өкіметіне байланысты деп, сондай бір форма дейді ғой, былай айтқанда бір дүние ойлап тапқан. Содан Құрманғазы оркестрі құрылған. Алайда таяқтың екі ұшы бар демекші, бұл фактордың кері әсері де тигені рас. Қара домбырамыздың сан ғасырлар бойы сақталып келген болмысы өзгеріске ұшырады. Пішін, көлем, жасалу технологиясы тұрғысынан ғана емес, домбыра сағасынан жойылып кеткен пернелер де бар дейді музыкатанушылар. Қазіргі тыңдаушы Дина Нұрпейісова немесе Әбікен Хасенов секілді күйшілердің шертпесін естіп отырып, андыныңды құртқан, бірде қарлығып, бірде бүйраланып, жаныңды нұрға бөлеген дыбыс қайдан шыққан деп қайран қалады. Ал енді бұның айтарлықтай пайдасы да болғанмен ол заманда сақтап қалу үшін. Қазір енді орындаушылыққа кейбір біздің дыбыстар, қазақи өзіміздің төл дыбыстар бұрыннан кеткен, жойылып кеткен дыбыстар бар. Жойылып кеткен пернелер бар. Өйткені бұны хроматизм дейді, 19 пернені тастай қылып байлап тастаған болды. А бұрынғы пернелер бос болған, жылтысып тартқан әр түсті пернелер болған. Екі перненің қазір мысалы үшін жарты тон дейміз ғой, бір перненің екеуінің ортасында қашаған перне деген дыбыстар болған. Олар қазір жойылып кетті. Оны еститін де адам жоқ, құлағы күйшілер. Ол өкінішке орай кезінде домбырашылар болды, қазір ол дыбыстар да кетті. Қазіргі құрама домбыралардың шанағы 7 немесе 9 тілшеден тұрады. Үнін бұзып алмау үшін табиғи желіммен желімдейді. Ал тиегі үннің күшімен бір қалыптылығы үшін керек.
Ілгерде домбыраның ішегі мал шектерден тағылса, қазіргі технология бойынша қармақ жіптері қолданылады. Бір домбыраны ғасырдан астам уақыт пайдалануға болады. Орта ғасырлық домбыра күйлерінде 20 перненің болғаны және қазіргі домбырада жоқ 3 қашаған перне кездеседі. Жиыны 23, яғни қазақ домбырасы аспап ретінде қалыптасып болған кезде 23 пернесі болған деген тұжырым бар. Және осы пернелердің әрқайсысының аты болған. Домбыра детальдарының ұмыт болған атаулары да көп. Мәселен, домбырада 3 тиек болады. Біріншісі ішек бекітілетін, шанақтың түбінде орналасқан өкше тиек, кепіл, түйме деген қосалқаттар бар. Екіншісі шанақтың үстінде тұрып, ары-бері жылжытылатын негізгі тиек, шайтан тиек деп те аталады. Осы шайтан тиектің де өзінің тарихы, домбыраны алғаш рет ағаштан жасап шығарған ең алғашқы адам, барлығын жасап домбыраны тастаса, домбырадан дым шықпайды. Әрі әуреленеді, бері әуреленеді, дыбысы шығара алмай қояды. Бұл неден екен деп содан әбден шаршап өтіп қалса, домбыраның дауысынан оянып кетеді. Оянып кетсе, мынау бұрын жоқ, бір кішкентай ғана ағашты қойған домбыра сайрап тұр. Мынаған шайтан араласты ғой. Мынаны шайтан істеген адам істеп үлгерген жоқ, мен жаңа ғана ұйықтағанмын. Мына дүниені қазірге дейін шайтан тек деп атаймыз. Ол мына қазіргі домбыраларда ол мінекей. Шайтан тек, мына тиектің бір ең кішкентай түрі сияқты. Үшіншісі мойын мен құлақтың ортасында тұрған табалдырық тиек. Ал домбыраның құлақтары бекітілетін қалақша алахан деп аталады. Кейде төменгі қоңырау бұрауда үстіңгі ішек жасанды дыбыс шығара бастайды. Осы жасанды дыбысты жою үшін көне домбырашылардың ойлап тапқан тамаша малы алтын асық деп аталатын қосалқы тиек және бар. Домбыраны алғаш үйреніп жүрген шәкірттер көбінесе дірдек тәсілін қолданады. Тербеудің екінші түрі шеберлікке жеткенде пайда болатын машық, қиғаш көбе, немесе кесе тербеу деп аталады. Енді қағыстан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Мұрагер деген бағдарлама бар. Осында сол ұлттық құндылықтарымыздың бірнеше өнердің басы қосылған кешенді бағдарлама бұл. Қазақтың аңыз әңгімелері, мына өңір-өңірдегі күйшілік мектептер, ой-өрнектер, айтыс өнеріміз, жыраулық дәстүрлеріміздің бәрі енген. Осының негізінде балалар тек қана аспап ойнау емес, тәлім тәрбие алып өседі. Ертең бұл балалар бұл менің дүнием деген сияқты өзінің мақсат бұл жерде бір күйші әнші дайындау емес, адам тәрбиелеу. Өзінің елін сүйетін, ұлтын сүйетін, жерін сүйетін, бірақ сол қазақтың өнерлері арқылы. Тартудың үшінші түрі домбырашының шеберлігі аса биік өреге жеткен кезде, бүкіл өнермен марқайған кезде пайда болатын машық, тайғанақ көбе немесе сауын тарту деп аталады. Аңыз әңгімелеріміз бар. Ақсақ құлан, аққу деген сияқты, қасқыр деген сияқты қазақтың күйлерінің, әндерінің аңыздары бар. Осы аңыздарды ертек қылып айта отырып, балаларға сурет салғызып, ойын ретінде өткізіп, осылай балалар тез осыған қызығып, үйреніп, осы арқылы қабылдап, тез үйреніп кетеді. Оның ішінде бір сыныпта отырған 30 бала ма, 20 бала ма, ол көп бала болған сайын қызығып бір-бірімен тез үйренеді. Осының әдіс тәсілдерін осы неде барлығында бірінші сыныптан бастап 6 сыныпқа дейінгі жасалған.
Бұл шеберханадан домбыра жасау процесінің түрлі кезеңін көруге болады. Бірінің шанағы жартылай ғана әзір, бірінің мойны кесіліп жатыр. Музыкалық аспап 40 түрлі процестен өтіп барып, кемі 3 күнде дайын болады. Домбыра жасау ағаш таңдаудан басталады. Шебердің айтуынша, ағаш дыбыс өткізгіш және дыбыс ұстап тұрғыш болып екіге бөлінеді. Шырша, қарағай сияқты қылқан жапырақты ағаштар дыбысты жақсы өткізеді. Сондықтан оны домбыраның бетін жасауға қолданады. Ал шанағын қайың, палисандр секілді тығыз ағаштан жасайды. Мойны берік әрі дыбысты ұстап тұру үшін бал қарағай немесе шамшат ағашы кәдек асады. Домбыраның бойы мойының ұзындығымен өлшенеді. Балаларға арналған аспап 38 сантиметрден басталады. Белгіленген талап бойынша домбыраның мойны 48 сантиметр. Домбыраның арты жұмыр болып шығу үшін иілген ағаштарды да өлшеп кесу керек. Содан кейін бір-біріне желімдеп, желім жақсы жабысуы үшін оны жіппен байлап, 2 сағаттай күтеді. Бірдей шебер күнделікті домбыра аспабын жасаумен айналысады. Бұл тек бір шеберханадағы тіршілік. Тапсырыс үзілмейді дейді ұсталар. Бұл әрине қуантарлық жайт. Демек, ұлттық аспабымызға деген сұраныс жоғары. Мына домбыра көзімізге ерекше түсті. Қалай, неден жасалғанын бірге білейік. Кәсіби домбыра, кәсіби күйін домбырасы ғой. Африкалық қарағаштан жасалған. Өзінің ағаштың осындай түсі қап-қара болады да. Сол мына жақта есіммен, заказбен ғой. Арнайы заказбен жасалған. Басында күмісі бар. Сол енді лакталып бітті енді. Шек пернесін, күмісін орнату барысы ғой. Әсемдеу, күміспен әшекейленеді. Сонымен пернесі, шегі, тиегі салынады, құлақтары салынады. Сонымен домбыра бітеді, дайын болады. Асыл қазынамыз қара домбыра ықылым заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бабаларымыздың ажырамас серігі болған. Сыңғырлаған үніммен халқымыздың тарихын, салт дәстүрін, мызғымас құндылықтарын жеткізген. Әнмен күйді арқау еткен домбыра тарту өнері ата-бабамыздан аманат болып жалғасып келеді. Ұлт пен ұлттық рух тірі тұрғанда Ақжолтай аманат келер ұрпаққа жалғаса бермек.